Түзу жолдарды, асулар мен жондарды, суретшідей сомдады дала. Жол жүргенде жайдары, сұлу самал майданы, көңілімді жайлады жаңа. Жол жүргенде жайдары, сұлу самал майданы, көңілімді жайлады жаңа. О, алыс түзу жолдармен зау. Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Мен жоғалтып алдыңыздар ма? Сіздер сұрадыңыздар, мен орындадым. Бүгін сіздерге Америкадағы трак драйверлердің жұмысы жайлы толыққанды айтып көрсететін боламын. Оған маған көмектесетін бауырым, досым Қайсар көмектеседі. Сондықтан да дайын болыңыздар, шығарылым бірнеше серияға ұласуы мүмкін. Сондықтан лайк пен пікірлеріңізді аямай, арнаның дамуына атсалысыңыздар. Ендеше бастаймыз. Жүрегімде таң күлсін, көнен жолдар жаңғырсын, өз таңбасын қалдырсын жолдар. Ал Қайсар, қайда баратырмыз қазір біз? Бізге көрермендерге түсіндіре кет. Қай жақтан қай жаққа барамыз? Висконсин штатындағы Монро қаласынан шықтық бүгін таңертең. Қазір Нью-Джерси штатындағы Линдон деген қалаға бара жатырмыз. Алып бара 800 миль шамамен. Алып бара жатқан нәрсе ол біз сыр, проволон деген. Ірімшік. Проволон деген кәдімгі бүкіл әлемге тарайтын. Бізде Қазақстанда бар ма? Бар, Енді қара, Қайсар, негізі жалпы бүгінгі видео толығымен айттым ғой, жаңа осы дальнобой жайлы, трак драйверлер жайлы, соның айналасындағы төңірегіндегі барлық ақпаратты қозғауға тырысамыз. Сондықтан да барлығын алғашқы сатысынан бастап көрерменге түсіндіреміз қазір. Бірақ оған дейін өзіңді кішігірім таныстыра кет. Қай жақтан боласың, Америкаға қашан келдің деген сияқты. Есімім Қайсар, өзім Қазақстаннан, Алматы облысынан болам. Америкаға келгеніме 4,5 жылдай уақыт болды. Оның 2,5 жылындай осы тракта жұмыс істеп жатырмын. Ең бірінші мувингтен бастадым. Осы Америкаға келгендердің барлығы бастайтын жұмыс мувингтен. Әскерде пол жумадым деген адам болмайтын сияқты. Америкада мувингке шықпадым деген адам жоқ. Сондықтан да мувингтің жолымен бәрі өтеді. Сөйтіп мувингтен кейін? Ең бірінші мувинг, одан кейін лифт, Uber, Сан-Францискода барып, таксиде. Содан кейін осы тракқа шықтым. Енді осы тракқа келейік. Оның барлығы түсінікті, мувинг бар, такси бар. Енді бізге қызық болып тұрғаны трак драйвер болуға алғашқы қадамдар неден бастау керек? Ең бірінші трак айдау үшін бізге керек CDL, Commercial Driver License деп аталады. Ол деген үлкен көліктерді жүргізуге арналған құжат. Жай сөзбен айтқанда, права. Права ғой, праваны. Біздегі ғой, Қазақстандағы да, бізде де КамАЗдарда айдауға ғой, арнайы. КамАЗдарда бөлек өзінің несі бар ғой, категориялар. Бұл жерде де солай. Бірақ бұл жерде алған кезде ең бірінші оқу аласыз. Ол оқитын жерлер әр жерге байланысты 2,5 мың, 3 мың доллардың айналасында болады. Ең бірінші теорияны оқисың. Одан кейін теорияны тапсырғаннан кейін жаңағы мектептерде үйретеді артқа жүру, алға жүру, жаңағы параллельный паркинг деген бар. Одан кейін докқа қойып 90 градус паркинг деген бар. Соның бәрін үйретеді. Ол деген бір айдың ішінде оқып, үйреніп, жаңағындай праваны алып шығуға болады. Былай жасайық. Сол автошколаға келдік, трак драйвер болуға үйрететін жерге келдік. Келген кезде бір айға дейін созылуы мүмкін. Жалпы мерзімі қаншаға дейін созылуы мүмкін? Ол адамның әр адамға байланысты. Ол деген әр адамға байланысты. Теорияны тапсырған кезде ол ағылшынша тапсырады. Ал кейбір адамдар ағылшынша білмеген соң, олар деген теорияны жаңағындай. Олар оқып түсінбейді, олар зрительно жаттап алады. Жаңағы мысалы, мынау сұрақ келгенде ағаны басамын деген сияқты. Солай жаттап алады да, ол оны жаттайтын кезде ол жерде сұрақ көп, 100-150 сұрақтай болады. Оны сол жаттаған кезде, сол теорияны тапсыратын кезде көбісі ұзақ уақытқа созылып кетуі мүмкін да. Сол енді кемінде бір ай, өйткені оқудың өзі бір ай жүреді. Жаңағы артқа беру, жаңағы экзамендер бар, оқудың өзі бір айдай уақыт жүреді. Ал егер жаңағы теориямен ұзақ уақыт жүріп қалатын болса, ол 2-3 ай немесе жарты жылға дейін созылып кетуі мүмкін. Енді әр адамға байланысты. Сенің практикаңда сен қанша уақыт алды сен? Бір ай алды.
бір ай барып жатып оқыдың ба сонда? Жаңа арнайы жерге барып? бір ай барып біз Флорида штатындағы Майами қаласында оқығанбыз, дос бала екеуміз. Сол жерде негізінде ол екі түрге бөлінеді. Мысалы, кейбір адамдар школға барып, сол школдан тапсыруға болады праваға. Ал кейбір штаттарда школда оқисың, одан бөлек барып, DMV-ға бөлек барып тапсырасың өзің. Ал бізге жаңағы қолайлы болды да, жаңағы сол жерде оқу, сол жерде барлығын тапсыру қолайлы болған соң, сол жаққа барып тапсырдық. Негізі осы жолмен жеңілірек па CDL-ге тапсыру, елде қалай? Мысалы, мен жеке өзім осылай отырып, мен CDL алғым келді, қазір барында тікелей неге барып, DMV-ге барып тапсырасам бола ма? Арнайы. Жоқ, олай кішкене қиындау болады. Оған кішкене көбірек уақыт өткізу керек, одан кейін көбірек үйрену керек болады. Школсыз барып тапсыра салу деген кішкене қиындау болады. Өйткені школға барған кезде ол жерде барлығын түсіндіреді, жаңағы тормоздары деген не, жаңағы бізде мысалы жолға шығар алдында pre-trip inspection деген бар, тракты алдын ала тексеріп аламыз шығар алдында. Соның барлығын түсіндіреді. Одан кейін жанындағы адамдармен бірге жүріп кішкене тезірек үйреніп алуға болады сол школ арқылы. Менің ойымша школ дұрыс. Жалпы Америкада кәдімгі қарапайым жүргізушінің куәлігін алуда оңай шаруа емес. Кейде жігіттер болады, 5-6 рет тапсырып ала алмай жататын. Бұл жақта қалай, ондай фактілер тіркеле ма? Бар, ондайлар да бар, иә. Ала алмай, деп шаршап сөйтіп жүрген жігіттер бар ма? Ондайлар да бар. Ұзақ уақыт ала алмай жүргендер. Бірақ оны айтып отырмын жаңағы, ол көбінесе жаңағы тракты айдау, артқа беру, паркинг жасау, ол жерден көп адам қиналмайды. Өйткені ол жерде күн сайын жаңағы бір ай бойы үйретеді. Артқа беру, алға беру, паркинг жасау, оны үйретеді. Ең қиыны өте алмайтындар жаңағы теория. Өйткені біздің жаңағы тапсыратын жігіттердің жаңағы Россиядан келгендер, СНГ-ден келгендердің көбісі енді ағылшыншаны қатты білмеген соң, сол үшін кішкене қиындау болады оларға. Сол тіл жағынан кішкене енді олар зрительный жаттап алады ғой бәрін. Сол арқылы ғана тапсырып, зрительный памятпен тапсырып өтеді. Мысалға, сенің тілдік деңгейің қандай трак осы неге CDL-ға тапсырған кезде? Менде разговорный болған, жақсы сөйлеп жүрген. Мен сол Сан-Францияда жүрген кезде біз ағылшын тілін оқып жүргенбіз школға барып. Мысалға, тілдік деңгей онша қатты жоқ, былайша айтқанда beginner дейік. Сондай адам тапсыра ала ма? Жаңағы зрительный память деп отырсың ғой, сен былайынан жаттап алып. Тапсыра алады. Біз тапсырған кезде біздің жанымызда өзбек жігіттер болған. Олар деген орысшада, ағылшыншада сөйлемейтін. Олар жаңағындай жаттап алып тек қана. Оларды енді біз келген кезде, олардың келгеніне бір жарым айдай уақыт болған. Сол жаңағы ол жерге біз келісіп жаңағы бір кісінің үйінде тұрдық қой барлығымыз. Ол кісі жаңағы школмен таныстырды бізді, жаңағы машина берді, үй берді деген сияқты. Сол жерде өзі сонымен айналысатын бір кісі бар. Сол біз үйге барған кезде сол жерде өзбек балалар болған, жаңағы бізден алдымыздан келгенше. Солар тапсыра алмай жатты, өйткені олар жаңағы жаттай алмайды. Негізінде қазіргі жаңағы теорияның ағылшыншасы орысшаға аударылғаны бар. Оны өзін түсініп алып та тапсырсам болады да, аударып алып ше, орысша дайындалсан да болады да оған. Бірақ оны түсіну керек, не болса ағылшынша тапсырасың ғой. Бірақ өзің үшін түсініп аламын десең, қалай болады десең, ол орысшасы да бар да. Ал жаңағы өзбек балалар енді орысшада сөйлемейді, ағылшыншада сөйлемейді. Олар тек қана жаңағы зрительный памятпен әйтеуір тапсырсам деген үмітпен жүреді. Бірақ олар алды, ақырында бір 3 ай, 4 ай уақыт өткенде соны алды ғой. Тестті тапсыру процесі қалай жүргізіледі негізі? Ол жаңағы мектепте оқисыңдар, школда. Сөйтіп, болды мен дайынмын деген кезде, сол школаның өзінде өте ма тестті, әлде DMV-ге барасың? Жоқ, теорияны тапсырған кезде міндетті түрде DMV-ға бару керек. Ол жерде кәдімгі жаңағы жай праваға тапсырған сияқты DMV-да. Ол 3-ке бөлінеді. Теорияның өзі 3-ке бөлінеді. Жаңағы трак пен трейлерді жалғау, combination деп аталады. General knowledge деген бар, ол деген жаңағы жолда қалай жүру керек, мысалы авария кезінде не істеу керек деген сияқты жалпы сұрақтарды қамтиды. Одан кейін үшіншісі ол тормоз. Біздің фураларда жаңағы воздушный тормоз болған соң, сонда бөлек оқу керек болады. Оны деген әрқайсысын бөлек тапсыруға болады, немесе бір күнде барып, үшеуінде бірге тапсырса болады. Соны әрқайсысында қанша сұрақтан келеді? Ол жағын точно білмейді. Жалпылама қанша сұрақ шамамен? Так, 100 сұрақтан асады. 100 сұрақтан асады. 50 жаңағы жалпы сұрақтар, 25-25-тен жаңағы тормоздыға, одан кейін жаңағы комбинейшнға.
болып бөлінеді. Соның бір мысалы 25-ін 20-сын алу керексің өту үшін ары қарай. Теорияны сәтті тапсырғаннан кейін ары қарай практиканы бірден кірісіп кете беруге болғанда. Теорияны тапсырған соң нені бастайды? Практика басталады. Ол школға барып, жаңағы школдың ақшасын төлеп, тракты береді. Тракта очередьқа тұрып тракт аласың да. И сонымен олар үйретеді жаңағы, сол жерде инструкторлар бар. Ең бірінші жаңағы неге шығар алдында, жолға шығар алдында тракты біз қараймыз ба, тексереміз ба, ағып жатқан жоқ па, дөңгелектер жарылған жоқ па, дөңгелектің желі қандай, қысымы қандай, соның бәрін білу үшін pre-trip inspection деген бар. Алдын ала тексеріп аламыз жолға шығар алдында. Соны үйретеді, одан кейін жаңағы артпен жүруді үйретеді, параллель паркинг деген үйретеді, одан кейін жаңағы 90 градус паркинг деген бар, ол біз деген жаңағы докқа берген кезде артпен 90 градуспен келеміз ғой, соны үйретеді. Парковка, загрузкаға, разгрузкаға келгенде соған алидок деп аталады. Сол алидокқа кіру үшін қалай жасайды, соның бәрін үйретеді. Соны үйретеді, соның бәрін сен іс жүзінде көрсету керексің. Одан кейін сол практика біткен соң экзамендар болады өзі. Экзамен ең біріншісі тек қана артпен жүресің. Екінші экзаменде параллель паркинг жасайсың. Үшінші экзаменде ол жаңағы алидок, жаңағы 90 градус трак осы кезінен тұрғаннан, дүзу тұрғаннан 90 градус паркингпен беріп тұрып, жаңағы докқа, загрузкаға кіргізеді ғой. Соны үйретеді. Одан кейін сыртқа шығып, сыртта көшеде жүресің. Сонымен егер бәрін өтсең, праваны береді. Права қанша күнде келеді? Права 2 аптада келеді. Ең басында не береді, жаңағы уақытша береді, уақытша қағаз. Ол қағаз береді. Бірден береді ғой, уақытша қағаз, ол сен тапсырдың деп. Сонымен жүре беруге мүмкіндік бар ма онымен? Флорида штатында, егер мен мысалы Флорида штатында алдым ғой жаңағы праваны, ол жерде праваны сол күні береді. Бізге келесі күні берді, біз тапсырып болдық барлығы, келесі күні берді. Қай жақта тапсырған ыңғайлы, ол кез келген штатта бар ма, ондай мектептер? Барлық штатта бар. Қай штат ыңғайлы, сол штат. Ол жаңағы қай штатта жүрсің, сол жақта тапсырасың, немесе баға жағынан айырмашылықтар бар ма? Сол баға жағынан, одан кейін жаңағы мысалы тіл жағынан деп айтып отырық қой. Кейбір штаттарда, мысалы Флоридада орыс инструкторлар бар. Олар саған орысша түсіндіріп береді, керек болса. Соған байланысты. Бағалардың тарифі қандай? Минимум нешеден басталады? Біз тапсырғанда, осы 2 жыл бұрын ғой енді, ол $2,5 мың болған бір айға. Оның ішіне жаңа біздің тұратын үйіміз кірді. Одан кейін мәшіне берді бізге, жаңағы сабаққа күнде барып келетін. И жаңағы оқудың ақшасы. Бірақ одан арзанға табуға бола ма? Қалай ойлайсың? Одан арзанға білмеймін, болатын шығар. Мен ол жағын точно білмеймін. Орташа бағамен сондай болады. Жақсы, Қайсар. Жалпы алғашқы қадамдарды білдік деп ойлаймын. CDL-ді алу жолдарын бәрін. Енді ары қарай бірнеше шығарылымға бөлетін боламыз, достар. Біршама ақпаратқа ие болдық деп ойлаймын. Сондықтан видео тым ұзаққа созылып кетпесін деген мақсатта осы жерден бүгінгі видеомызды тоқтатамыз. Келесі шығарылымда өзге де тракқа қатысты, дальнобойщиктерге қатысты мәліметтерді білетін боласыздар. Сондықтан да осы видеоға өз лайктарыңыз бен пікірлеріңізді аямай басып, жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпағайсыздар видеомен. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Түзі жолдармен заула, жүрегімде оттай сезімім барда, жеткізбейтін қиял алда, бәрі алда. Олы дала шақырады алған, тасылмайтын шексіз жолдарым арман, әлі де талай аттанамыз ұзақ жолда, әлі талай аттанамыз ұзақ жолда.